Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз екі тақырып өтетін боламыз. Тасымал және екпін. Бірінші кезекте тасымалға көңіл бөлейік. Жалпы тасымал жазу кезінде сөздің жолға сыймай қалған бөлігін келесі жолға көшіріп жазу. Яғни, бұны сіздер бастауыш сыныптан бері білесіздер. Тасымал буынға негізделеді. Мысалы, кереге сөзі екі жолмен тасымалданады. Жазып келе жатқанда ке жол бітіп қалса, реге. Және екінші түрі кере жол бітіп қалса, ге төмен түсіреміз. Ал егерде кер деп жол бітіп, еге деп төмен түсірсек, ол дұрыс болып саналмайды. Яғни, буынға негізделеді деген сөзге мән беріп қарайық. Дауысты дыбысты төменге түсірмейміз. Тасымалданған кезде дауыссыз дыбыс төменге түседі. Тасымалданбайтын сөздер болады. Мысалы, бір буынды сөздер. Штамп, ш, т, м, п дауыссыз дыбыстар. А дауысты. Яғни сөздің ішінде бірақ дауысты дыбыс болатын болса, ол сөздер тасымалданбайды. Сонымен қатар қант. Бұл жерде а дегенде бірақ дауысты дыбыс бар. Бас әріптерден және бас әріппен басқа буыннан қысқарған сөз. Мысалы, ОПУ, Біріккен ұлттар ұйымы. Бұлар қысқарған сөздер. О деп төменге түсірсек, бұл қате болып саналады. Бас әріптерден қысқарған кісі атын оның тегінен бөліп тасымалдамаймыз. Мысалы, М деп жазып, Әуезовты астына жазбаймыз. Бұл да қате болып саналады. Бір дауыстыдан тұратын буынды жолда қалдырмаймыз. Келесі жолға тасымалданбайды. Мысалы, ата десек, А төбеге жазып, таны төменге түсірмейміз. Сол сияқты ана, наны төменге түсірмейміз. Сонымен қатар қысқарған өлшем бірлігін өзі тіркескен саннан бөліп тасымалдауға болмайды. Мысалы, 15 сантиметр. 15-ті жоғарыға жазып, сымыны астына түсіруге болмайды. Сол сияқты 5 килограмм, 5 кг. Яғни сіздерге тасымал жайлы толық ақпарат бере алдым деген ойдамын. Енді келесі тақырып екпін. Екпін сөйлеген кездегі белгілі бір дыбыстың, буынның және сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы. Қазақ тілінде екпін тұрақты көбінесе сөздің соңғы буынына түседі. Сөзге қосымша жалғанғанда екпін соңғы буынға ауысып отырады. Мысалы, су десек, екпін у әрпіне түсіп тұр. Яғни өзі бірақ буын. Су ш десек, ш деген буынға түсіп тұр. Соңғы буынға түседі дегенге мән беріп қараймыз. Сушылар десек, шыдан ларға түсіп кетіп тұр. Яғни, қосымша жалғанғанда екпін соңғы буынға ауысып отырады дегенге назар аударамыз. Сушыларды десек, д деген қосымшаға ауысып кетіп тұр. Яғни, екпін сөздің соңғы буынына түседі. Қосымша ақпарат. Екпін түспейтін сөздер мен қосымшалар бар екен. Бұны ұмытпаймыз. Бірінші жағдай көмекші сөздер, шылау сөздер. Ғой, шейін, арқылы, туралы. Жалпы бұл көп. Тағы басқа шылауларды алып қарауға болады. Сен ғой келмеген десек, ғой дегенге түспейді. Шейін, арқылы, телефон арқылы десек, арқылыға түспейді, телефон. Яғни, сол телефон сөзіндегі соңғы буынға түседі. Туралы, яғни көмекші сөздерге екпін түспейді екен. Сонымен қатар жіктік жалғауына екпін түспейді. Жіктік жалғауы деген
Мен мұғаліммін, сен мұғалімсің, сіз мұғалімсіз, ол мұғалім. Яғни жіктік жалғауына екпін түспейді. Мұғаліммін дегендегі мін деген жіктік жалғауы болғандықтан мұғалім, яғни жұрнағына түсіп тұр. Келеміз, яғни кел түбірі келеміз, яғни біз келеміз. Бұл жерде де мізге түспейді. Үшінші жағдай, болымсыз етістіктің жұрнағы маме, бапе, папе. Мысалы, бар барма, кел келме, айт айтпа деген сияқты болымсыз етістіктің маме, бапе, папе жұрнағына екпін түспейді екен. Барма деген жерде, айтпа дегендегі ма, па, меге екпін түспейді екен. Осыны толық түсініп алуымыз керек. Сонымен қатар екпіннің түрлері бар. Яғни бірінші сөз екпіні, екінші ой екпіні, үшінші дыбыс екпіні, төртінші тіркес екпіні. Екпіннің 4 түрі бар. Соның біріншісі сөз екпініне тоқталсақ. Сөз екпіні сөздің бір буынының көтеріңкі дауыспен айтылуы. Яғни сөздің соңғы буынына екпін түседі дедік. Мысалы, еңбек десек, бекке екпін түсіп тұр. Еңбекші десек, шіге түсіп тұр. Еңбекшілер десек, лерге түсіп тұр. Екінші ой екпіні сөйлемдегі бір сөздің көтеріңкі айтылуы, яғни бір сөздің деп тұр. Мысалы, кеше мен ауылға келдім. Кеше мен ауылға келдім. Ауылға деген сөзге екпін түсіп тұр. Ой, ауылға. Мен ауылға кеше келдім. Мен ауылға кеше келдім. Яғни ой екпіні кешеге түсіп тұр бұл жерде. Мен кеше ауылға келдім дегенде екпін ауылға деген сөзге түсіп тұр. Үшінші, дыбыс екпіні сөздегі бір дыбыстың көтеріңкі дауыспен айтылуы. Мысалы, тамаша, а әрпіне түсіп тұр. Ғажап, а әрпіне түсіп тұр. Бәрекелді, әрпіне түсіп тұр. Дыбыс екпіні осындай жағдайларда жасалынады екен. Төртіншісі тіркес екпіні. Сөйлемдегі күрделі сөздердің бір ғана екпінге түсуі. Яғни тіркес сөздердің қоңыр күз, тез жүр, қыпша бел, яғни 4 екпіннің қалай жасалатыны жайлы мен сіздерге толық ақпарат беріп өттім. Яғни сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.